Ақтөбедегі ауруханада түнгі кезекшілікте болған медсестра бір телефон қоңырауын көтерді. Ал трубкадан шыққан дауыс 13-ші палатаға кел. Бірақ ең қорқыныштысы ол палатада ешкім жатпаған. Медсестра камерадан өзін көрді. Бірақ ол дәл сол уақытта басқа бөлмеде отырған. Ал оның артында біреу тұрды. Осы видеоны соңына дейін көруге кеңес беремін. Сәлем, қорқынышты оқиғаларды сүйетін көремен. Арнаға тіркеліп, қазақша контентті қолдап кет. Достар, өтініш, каналға тіркелуді ұмытпашы. Сіздердің тек қана подписка жасағандарыңыз мен үшін бір қадам. жыл Ақтөбе қаласының шетінде орналасқан ескі ауруханалардың бірінде Аружан деген 23 жастағы медсестра жұмыс істейтін. Аурухана өте ескі еді, ұзын, қараңғы дәліздері бар. Түнде адамдар жүрмейтіндей тыныш болатын. Көп қызметкерлер түнгі кезекшіліктен қорқатын. Бірақ Аружан ондай әңгімелерге сенбейтін. Сол түні ол жалғыз кезекшілікте қалды. Сағат түнгі 2:17. Ауруханада бәрі ұйықтап жатқан. Кенет медбикелер бөлмесіндегі телефон қатты шырылдап кетті. Аружан трубканы көтерді. Алло. Телефонның ар жағынан біреу сыбырлап айтты. Палата 13-ке кел. Сосын байланыс бірден үзіліп кетті. Аружан журналды қарап шықты. 13-ші палата бос болатын. Аружан бәрібір тексеріп көруге шешім қабылдады. Ұзын, қараңғы дәлізбен жүріп келе жатқанда шамдар бірсе жанып, бірсе өшіп тұрды. 13-ші палатаның есігі жартылай ашық еді. Аружан ақырын ішке кірді. Палата бос. Бірақ төсектегі көрпе біреу жатқандай көтеріліп тұрды. Аружан көрпені ашып қалды. Ішінде ешкім жоқ. Сол кезде палатаға жүрек монитор аппараты кенет өзі іске қосылып, қатты дыбыс шығара бастады. Бірақ ол аппарат ешқандай адамға жалғанбаған еді. Аружан қорқып медбикелер бөлмесіне қайта жүгірді. Ол қауіпсіздік камераларын қарап көрді. Мониторды қосқанда денесі тітіркеніп кетті. Камерада дәл қазір 13-ші палатада бір әйел тұрғанын көрді. Ақ халат киген, ұзын шашты, бірақ беті анық көрінбейді. Аружан камераға жақындай түсті. Сол кезде камерадағы әйел басын көтеріп тура камераға қарады. Ал оның көздері жоқ еді. Тек қараңғы бос қуыс. Аружан орнынан тұрып кетпек болды. Сол кезде дәлізден аяқ дыбыстары естіле бастады. Біреу медбикелер бөлмесіне қарай келе жатыр. Дыбыс есік алдына тоқтады. Бірақ ешкім кірмеді. Бірнеше секунд тыныштық болды. Сосын есік тұтқасы жайлап қозғала бастады. Есік баяу ашылды. Ал есіктің алдында ешкім жоқ еді. Таңертең Аружан болған жағдайды күзетшіге айтып берді. Күзетші біраз үндемей отырды. Сосын жайлап айтты. Сен 13-ші палатаға бардың ба? Аружан басын изеді. Күзетші күрсенді. Бұл ауруханада бұрын Гүлмира деген медсестра жұмыс істеген. Бір түні ол 13-ші палатадағы науқасты құтқара алмай қалған. Содан кейін ол сол палатада дәрімен өзін өлтірген. Содан бері түнде кейде телефон соғып, медсестраларды 13-ші палатаға шақырады. Кешке қарай Аружан тағы да камераларды қарап отырды. 13-ші палата бос, бәрі тыныш. Кенет экранда бір нәрсе қозғалды. Камерада Аружанның өзі тұрды. Бірақ ол дәл қазір камера бөлмесінде отырған. Экрандағы Аружан жайлап басын көтерді. Ал оның артында ақ халат киген медсестра тұрды. Келесі секундта монитор сөнді.
ал дәлізден тағы да аяқ дыбыстары естілді. Сосын телефон сыбырлады. Палата 13. Егер видео ұнаса, арнаға тіркеліп лайк басып, өз пікіріңді қалдырып кет. Әрине, мен оқимын. Қазақша контенттің дамуына қолдауларың қажет.